Қарапайым қара халық түйттей болса да қалтасына бір 2000 теңге артық түссе соны тартып алуға ұмтылатын үкіметім ай. Мына енді мынандай заң шығарғысы келіп жатыр. Жұмыс атқарған мемлекетіне жеке табыс салығын төлемесе, онда Қазақстанда декларация тапсырып, тиісінше 10% салық төлейді. Мына салық өкілінің айтуы бойынша шетелде жұмыс жасап келген азамат осы елімізге келіп 10%, яғни 10% салық төлеу керек екен. Сен шетелде қаңғырып балаңды көрмей, үйіңді көрмей, туысыңды көрмей, шетелде қаңғып таңғы сағат 5-тен кешкі сағат 10-ға дейін жүріп, еңбек етіп, талды суарып, немесе жапырақтар жұлып, клубника теріп, қоқысын тазалап, үйін тазалап, өлейін деп жүресің. Үйіңді құса болып 6 ай бойы, 8 ай бойы көрмей. Бар тапқан табысыңды үйіңе жіберіп, бала шағаң үшін еңбек етіп, жаңағы талай қарындастарымыз, қыздарымыз, ұлдарымыз, ағаларымыз барлығы еңбек етіп жүр шетелде, Кореяңда, Германияңда. Соншама қиыншылықтың барлығын көріп жүрген аға қарындастарымыздың ақшасын қалай алмақшысыздар үкімет? Сендер олар жұмысқа шетелге аттанған кезде не загран паспортын тегін бердіңдер ме, не визасын дайындап тегін бердіңдер ме, не шетелден жұмысты тауып бердіңіздер ме? Барлығын өздері істеген. Жол ақысын өтедіңіздер ме? Сол жақта тұрып жатқан кезде квартирасын немесе отельдің номерін төлеп бердіңіздер ме? Тамақтарын бердіңіздер ме? Сол жақтың отельдердің ақшасын төлейді, сол жақта тамақтарын ішеді, сол жақтың салықтарын төлеп, елге де кейін қайтқан кезде өз ақшасына келеді. Сонда сендер мында отырып алып билік басында креслода отырған депутаттар, министрлер, әкімдер, сонда келгендердің барлығынан 10% ұстап байып кеткілеріңіз келіп отыр ма? Сонда сіздер қинап, сонда әркімнен 100 мың теңгеден 10%-ін алып отырған кезде тапқан миллиондарынан 100 мың теңгені алып отырсаңыздар, сендер сонда солай байысыздар ма? Мен сендерге айтып берейін, салық қызметі саған айтайын деймін. Қазақ еліне қарыз болған қаншама компанияларды білемін, шетелдік компаниялар. Солардың салықтарын неге сұрамайсыздар? 2-3 немесе 5 жылдап төлемей жүрген компаниялар білемін. Мына жерге спискін шығарып кетейін. Соларға неге төле деп айтпайсыздар? Қаншама миллиард триллион қарыз. Ал сендер қарапайым халықтың копейкасына деген арттан аңдып, салық деп тексереміз, бәрін қараймыз деп отырсыздар. Ұялсаңыздаршы.